Тірнектеп тапқанды тыйындап сақтау бүгінгі заманға тән емес. Қазір нарықтағы қағаз ақшаның орнын криптовалюталар алмастырды. Ал сіз адам ұстайтын ақшадан бөлек ғаламтордың да көрінбейтін ақшасы барын білесіз бе? Бұл туралы сіздерге аксиома, дәлелдеуді қажет етпейтін ақпараттар легі ұсынатын болады. Қарапайым тілмен айтсақ, әр елдің өзіне тән валютасы бар. ақш валютасы доллар, Қытайда юань, Қазақстанда теңге деп аталатыны секілді интернетке тән валютаны биткоин деп атайды. Сонымен көрінбейтін ақшаның қандай артықшылығы бар? Бұл жаңа технологиялар мен үкіметтің бақылауынсыз жүргізуге негізделген төлемдер мен ақша аударымдарының жылдам әрі сенімді жүйесі. Бастапқыда биткоиндар тек математиктер, криптографтар және компьютермен айналысатын адамдардың арасында ғана сұранысқа ие еді. Шетелге шыға қалсаңыз, кез келген қызмет көрсету мен тауар ақысын дәл осы валютамен төлеуге болады. Төлемдердің анонимді жүргізілетіндігі үшін бұл валюта адамдар арасында тез танылып кетті. Егер сіз Европадан үй алғыңыз келсе, теңгеңізді интернет әмияндары арқылы немесе криптографиялық биржа көмегімен биткоинға айырбастап, ешқандай банк комиссиясынсыз шетелге аударып жібере аласыз. Сонымен қатар биткоин еш елдің ішкі нарығына бағынбайтындықтан баға әрдайым тұрақты. Бұл ақшаны қолдану арқылы инфляциядан тәуелсіз болуға болады. Қазіргі кезде бір биткоиннің курсы 1.303.898 теңгеге тең. Биткоин валюта немесе алтын, құнды қағаз сияқты басқа да активтерге тәуелді емес. Десек те кейбір елдер валютаның бұл түрінен бас тартып, алаяқтардың тірлігі деп бағалауда. Аталған валютаны қолдану-қолданбау сіздің еркіңіз болса, әлемдік қаржы нарығындағы өзгерістерден хабардар ету біздің міндет.